Сәлем достар, сіздермен бірге драма тайм. Қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін каналға жазылуды ұмытпаңыз. Бұл видеода 2022 жылы шыққан «Завтра» дорамасынан разбор жасайтын боламыз. Драма «Завтра» деген вебтун негізіне жасалған. Вебтунда оның бай отбасыда болған, сонымен қатар неге жұмыс таба алмағандығы көрсетіледі. Бұрынғы бір өмірінде ол елді сақтап қалады, сондықтан ол бұл өмірде ауқатты отбасында дүниеге келеді. Бірақ басқа өмірде ол жемқор шенеунік болды және осы үшін өмірде жұмыс таба алмай төлейді. Бұл дорамада ешқандай түрде қамтылмаған. Сонымен драма не туралы? Басты кейіпкер Чхве Чонун. Жас, ақылды, жақсы университетті курстарды бітірген. Оған қарамастан ол жұмыс таба алмайды. Кезекті сәтсіздіктен кейін ол көпірден өтіп, түндердің дәл сол жерде аяқтауды ойлады. Бірақ сол жерде көпірден секірмек болған адамды көреді. Ол оны құтқара бастайды. Осы сәтте екі жұп пайда болады. Жалпы құтқару кезінде Чонун суға батып кетіп комаға түседі. Оның жаны бөлек оянып, оны ақырет өміріне апарады. Оған екі түрлі шарт қойылады. Бірінші 3 жылдан кейін оянады, не болмаса екінші журналист болып жұмыс істеп жазасын 6 айға қысқартады және бонус ретінде өзі қалаған кез келген жұмысқа орналаса алады. Чонун адамдарды суицидтен құтқаруға арналған жаңа бөлімде, төтенше жағдайлар бөлімінде болады. Бұл бөлімде 2 адам бар. Бұл көпірде танысқан екі жұп еді. Кафедра меңгерушісі Курен, қызыл шашты ханым, бір қарағанда жүзі суық, салқын адам. Емренгу бөлімдегі екінші қызметкер, сөзге сараң, мұрнын жұқып күнде белгілі бір уақытта шығып біреуді іздейді. Тағы бір маңызды кейіпкер Пак Джун Гил. Ол шығарып салу бөлімде бастық болады және суицид жасайтын адамдарды жек көреді. Курен оның қарамағында жұмыс жасаған. Төтенше жағдайға кетіп қалып, оны сол сәттен бастап жақтыртпай жүрген. Сондықтан оларда үнемі келіспеушілік жиі болады. Әр эпизод әр түрлі оқиғаға арналған, яғни олардың телефонына келесі құрбан туралы хабарлама келіп, оны құтқаруға барады. Көптеген мәселелер қамтылған: мектептегі қорлау, жұмыстағы стресс, шабуыл, жақындарынан айырылу, құрбандық, ұрып-соғу және тағы басқа. Бондық жайлық станциясындағы әйелдер туралы әңгіме басқаларға қарағанда менің назарымды аударды. Бірақ ел туралы эпизодта өте әсерлі түсірілген. Сондай-ақ соғысқа қатысқан ардагерге көрсетілген құрмет өте ерекше көрсетілді. Қарап отырсақ, драмада қастандық жасаған, күштеп зорлаған, алдамақ болған, кемсітіп қолын шошайтып көрсеткен адамдардың жазасының қалай болатындығы, сондай-ақ осы драманы көріп отырған көрермендерге де салар ойы көп болмақ. Сонымен қатар сериал өзінің кемшіліктеріне қарамастан өзекті мәселелерді көрсетеді. Әсіресе адамдарды өлімге итермелеген ұжымдарды қолға түсіріп жазалайды. Тағдырдың қызыл жібі туралы да осы драмада айтылады. Онда сіз өзіңізді өлтіру арқылы оны үзіп аласыз және келесі өмірде бұл адамдармен кездесуге мүмкіндік берілмейді. Курен мен Пак Джун Гил оқиғасын себеп қылып көрсетсек болады. Олар алдыңғы өмірлерінде бір-бірін қатты жақсы көреді. Бір күні жау шауып, Куренді құлдыққа алып кетеді. Ол өзінің тапқырлығымен жауда улап, ауылдың басқа қыздарымен қашып шығады. Алайда оларға сенбеген жұрт жала жауып түрлі өсек таратады. Оны көтере алмаған Джун Гилдің анасы Куренға өз-өзін өлтіруге бұйырады. Олай жасағанын қаламаған Джун Гил қарсы болады. Оған қарамастан Курен өз дегенін қайтпай суицид жасайды. Бұл жағдай Джун Гилге ауыр тиеді. Осы жағдайдан соң суицид жасайтын адамдарды жақтырмайды. Осылайша Чхве Чонун өз уақытын өтеп кері анасы мен қарындасына қайтады. Есінде ешнәрсе қалмаса да, ол адамдарды құтқарудан еш жалыққан емес. Видео ұнаса, каналға жазылып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.